Сол тоңмайға пісіреміз. Тамаша бауырсақ болып жатыр. Тоңмайға еткен мінекей, майды сыртында түк май жоқ. Қандай тамаша мінекей. Баяғыда осылай кілең тоңмайға пісіретінбіз. Нанымыз ашыды, енді бауырсақ пісіреміз. Бауырсақтың нанын басып қойғанбыз, міне көтерілді. 2,5 сағатта қазанға пісіреміз бауырсақты. Жаңа бауырсақты дөңгелек қылып еттік. Мынаны енді мынандай. Қазақша әртүрлі кеседі бауырсақты. Кейбіреу домалақ бауырсақ істейді, кейбіреулер 4 бұрышты қылып істейді. Қиықша істейді кейбіреулер. Ашыған неден бәрін істеуге болады. Аны ашса, бауырсақ өте жақсы болып шығады. Сол тоңмайға пісіреміз. Жартысы сұйық май, жартысы тоңмай болады. Сонда май бауырсақ әдемі піседі, қолға жабыспайды, сыртында май шығып тұрмайды, әдемі болады. Енді мінекей тоңмай, қойдың майы, сиырдың майы, бәрін қорытып алғанбыз. Енді осыны қосамыз. Бауырсақ әдемі болады. Анау газға піскеннен, мынау бауырсақтың дәмі де несі де әдемі болады. Далаға піскен тәтті болады. Мінекей қандай бауырсақ. Тамаша. О бауырсақтың әдемі болатыны ашығанына байланысты. Әдемі ашы, әдемі болып піседі томпылдап. Май түк жұқпайды міне. Тоңмайға еткен мінекей, майды сыртында түк май жоқ. Баяғыда осылай кілең тоңмайға пісіретінбіз. Тамаша бауырсақ болып жатыр.